1885 жылдың 25 қарашасында қазақ ақыны, жазушы, ағартушы педагог Міржақып Дулатұлы дүниеге келді. Арнайы әзірленген бейне үзігіміз бар, зер салыңыздар. Алыстан алаш десе аттанамын, қазақты қазақ десе мақтанамын. Болғанда әкем қазақ, анам қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын. Ұлт үшін еміреніп, жұрт үшін тебіренген Міржақып Дулатұлының бар арманы азаттықтың ақтаң еді. Ол қазақ жастарынан жалын күтті. Олардың заманның заңғаршыңына ұмтылуына жол ашты. Алаш үшін арда туған асыл азаматтың бар өмірі тәуелсіздік үшін күреспен өтті. Міржақып Дулатовтың туған күні бұл журналистердің мерекесі ретінде аталып кету керек. Себебі өзіміздің алаш баспасөз тарихында кәсіби журналист деңгейіне көтерілген Міржақып Дулатұлы. Ол өзінің ғұмырын, саналы ғұмырын журналистикаға арнады десек болады. Мынау қазақ баспасөзінде ой орын алатын қазақ газетін шығару болсын, кейінгі Ақ жол газетіндегі еңбектері, тіпті сол кездің еңбекші қазақ газетіне қосқан үлестердің барлығы оның журналистиканы ең жоғары қойғандығын көрсетеді. Міржақып небар 2 жасында халыққа әншілігімен, асқан парасаттылығымен танылған жарқын жүзді, өр мінезді дәмеш анасынан айырылады. 12-сінде әкесі Дулат көз жұмады. Бар панасы ағасы Асқардың қолында өсіп, балалықпен ерте қоштасқан. Саналы ғұмырын оқып тоқуға, ғылым білімге арнайды. Әлі де Міржақыптың мына бүркеншік аттары толық ашылды дей алмаймыз. Және оның түгел мұралары жинақталды деп айта алмаймыз. Көп әрі де зерттеуді қажет ететін тұстары баршылық. Жасқанба жолың ашылсын, бақшасында халықтың, бұлбұл боп тілің сайрасын, садақа басың жампида, ең жаман айдалсын, әр қамалға бір зауал, болып бір заман айналсын, деп армандаған алаш зиялысының тілегі қабыл болды. Бүгінде ұлылар салған даңғыл жолдың ізімен өсіп өніп, олардың сүбелі еңбектерін зерттеп насихаттап жүрген жастар қаншама. Солардың бірі жас ғалым, алаштанушы Еркін Ерланұлы. Міржақып Дулатов алаш қайраткерлерінің ішіндегі алаш партиясының көсемдерінің бірі. Ол жалпы Міржақып Дулатовтың саяси қозғалысқа етене араласа бастауының өзі 20 ғасырдың басынан бастап болады. Атап айтар болсақ, ол қарқаралы петициясы, содан бастап қазақ арасындағы ауқатты азаматтармен тізе қосып қимылдауы. Енді айтар болсақ, бір ғана мысал, 1906 жылы Міржақып Дулатов түрмеге түскенде қазақтың ауқатты ет комбинатының негізін қалаушы алпауыт байы Қаржан Үкібаев 2500 рубль төлеп шығарып алған екен. Міржақып Дулатұлы өз-өзіне ескерткіш орнатқан қайраткер. Бізге тәуелсіздік атты баға жетпес бақ сыйлаған ұлы күрескердің қатарында. Қазақпарда оның есімі ескерусіз қалмасы анық.